Менің депутаттық сауалым Қазақстан Республикасы премьер-министрі Әлихан Смайыловқа жолданады. Бүгінде халқымыздың 40%-ға жуығы 7,5 миллион адам ауылда тұрады. Бірақ бұл сан жыл сайын азаюда. Қаңырап бос қалған ауылдар көп. Оның негізгі себебі ауылдағы өмір сүру сапасының нашар болуы. Оны көру үшін алысқа барудың да қажет жоқ. Мысалы, Астана маңындағы Ақмола облысының ауылдарын алсақ. Жазда ел өңірлеріне барғанда көптеген мәселелерді әлі де шешілмей жатқанын көрдік өзіміздің көзімізбен. Ауыл тұрғындары артық ештеңе сұрап жатқан жоқ. Оларға керегі сапалы жол, таза су, жарық, интернет байланысы. Бірақ неге олар үшін бұл қол жетпес дүние болу керек? Мысалы, Сабынды ауылы Астанадан небәрі 60 шақырым жерде орналасқан, бірақ интернет атымен жоқ. Аудан орталығы Қорғалжынның өзінде де жағдай мәз емес. Кезде дүркіреп тұрған Қорғалжын еді. Бүгін бұрынғы қадірі қалмаған. Елордаға жақын аудандардың жағдайы осы болса, шалғай өңірлер туралы айтпаса да болады. Ауыл аралық жолдардың жағдайы тіпті аянышты. Мысалы, Қорғалжын Шұбаркөл арасын тек жол талғамайтын көлікпен өтуге болады. Қарғалы ауылына апаратын 3 шақырым жол 30 жылдан бері бірде-бір рет жөнделмеген. Сондықтан кезінде жайнап тұрған ауылда қазір 10 түтін ғана қалған. Сол сияқты Қарағанды облысындағы Баршын Құлан өтпес жолы. Қойдың құнын берсең де жеңіл көлікпен жете алмайсың. Әрине, жас отбасылар ол жерден ат тондарын ала қашады. Қарағанды облысы Нұра аудандағы Жанбубек ауылына да барар жол жоқ. Облыс орталығынан 520 километр, аудан орталығынан 300 километр жерде орналасқан ауылдың жағдайы өте нашар. 500-ге жуық тұрғыны бар ауыл адамдарына емханаға жету, үйге азық түлік әкелу, бала шағаны киіндіру үлкен мәселе болып жатыр. Тозығы жеткен жол жұртты әбден діңкелетіп жіберген. Тіпті ауданға барар жолда жанармай бекеті де жоқ. Қысқасы, құлан жотпас қудала. Ауылда халықтың күнкөрісі осы. Сөйте отыра, ауылдан жұрт кетпесін, ауыл төрге шықсын дейміз ау. Жалпы, ауылдағы біраз проблеманы ауылдан әкімдердің өздері-ақ шешуге шамасы келеді. Ниеті ықылас болса, көп нәрсені өзгертуге болады. Бірақ олардың шалғайдағы шағын ауылдарға ат басын бұруы өте сирек. Тіпті аудан әкімдерін көрмеген, мүлдем танымайтын ауылдар жетерлік. Қаржы жоқ дей бермей, аудан әкімдері өздері ұйытқы болып, қолдарына сыпыртқымен күрек алып, айналасын актеп, жөндеп, өз ауылдарын оймақтай етіп ұстауға болады. Президент айтқандай, билік өкілдері тұрғындардың талап тілектеріне зейін қою керек. Жылтыраған көліктерін мотоциклге алмастырып, ауылды аралау керек. Себебі тұрғындар әкімдердің қызметіне қарап, бүкіл билікке баға береді. Құрметті Әлихан Асханұлы, бұл тек 1-2 мысал ғана. Аталған проблемалар еліміздің басқа ауылдарына да ортақ. Сондықтан ауылдардағы өмір сүру сапасын жақсарту бағытында біріншіден жергілікті әкімдердің жауапкершілігімен есеп беруін күшейту керек. Аудан әкімдердің сайлау кезінде осыны ескертуді талап етемін. Екіншіден, ауыл және аудан әкімдіктердің құзыретін кеңейтіп, бөлінетін бюджетті арттыру қажет. Үшінші, жоғарыда аталған ауылдардың бойынша өзекті мәселелерді шешу үшін тиісті бюджет бөлуіңізді сұраймын. Депутаттық сауалға заңнама сәйкес мерзімде нақты жауап берілсін. Құрметпен депутат Қарақат Әбден және Ауыл партиясы фракциясының депутаттары.